Егемен Қазақстан газетінің 2009 жылғы 12 желтоқсанында Серік Қирыбаевтың «Менің ақсөйлеуім» атты мақаласы жарияланды. Мақаладағы автор өз ойын былай деп бастаған еді: ақсөйлеумен біз бір топырақтың түлектеріміз. Соғыстан кейін мен Алматыға оқуға кеткенде ол 5 жасар екен. Мен оның әкелерін білетін едім. Сейдімбек балалар ағайынды 5 жігіт болатын дейді. Дәл осы тұста шынында о бастан ақ ақсөйлеу қаламынан шыққан дүниелердің оқырмандарға ерекше әсер етіп, қызықтырып оқытатын бөлек сипаттары байқалатын еді. Ел өмірін терең зерттеп өскен алыс ауылдарда малшы, аңшылар ортасында көп болған жас талантын көргендерін қадағалап, зердесіне түйуі, сол арқылы адам мен оның қоршаған ортаның дала табиғатын сырын ойшылдықпен, сезімталдықпен пайымдауы оны әдебиет әлеміне алып келген дейді академик. Тағы осы тұста табиғат пен ақынды байланыстыра келе, табиғатты тануға, оның тылсым сырларын аңдып, ғажайыптарын түсінуге ұмтылу ақсөйлеудің шығармашылық өмірінің негізгі нысанасына айналды. Ол табиғатты дүние дидарындағы ең сұлу, ең қымбат, адам баласына ең жақын, ең қатал, ең дана, ең әділ деген сөздермен сипаттайды. Ақсөйлеу таныған дала табиғаты мен оны құрайтын айнала тіршіліктің сұлулығы болашақ үлкен жазушы ғалым көзқарасының қалыптасуына себеп болғаны даусыз. Сонымен қатар ақынның суреткерлік қаламы жайында былай делінген: ақсөйлеудің суреткерлік қаламы түрлі мінезді адамдарды да әр күйдегі табиғат сырын тапқыр ойлы өрбітеді дейді. Және де мақалада ақынның жер тарихы мен этнологиясы жайында құнды пікірлер білдірген. Ақсөйлеудің ел жер тарихи этнологиясына байланысты ізденістері, шыққан кітаптары жайлы ұнамды пікірлер оны ғалымның осы саласына еңбек істеуге жігерлендірді. Ол өзі жинап келген деректерді ғылыми ой пікірлерге сүйеніп сұрыптап жариялай бастады делінген. Тарих көшінің ұлы шеруіне әр ұрпақтың өзіне ғана тиесілі міндеті болады. Ол міндетті тек сол ұрпақ қана келістіріп атқара алуға тиісті. Себебі кез келген ұрпақ өзі ғұмыры кешкен кезең үшін өткен мен болашақ арасына жанды көпірі. Оның тал бойына өзіне дейінгі сан ғасырдың жүгі бар. Сол жүктің сабақты жібіне дейін қалдырмай, болашақ қол жалғау жер басып жүрген тірілердің ең киелі міндеті. Осы ғибратты сөзде ақсөйлеу өз ұрпағының тарих алдындағы ұлы мұратын баяндаған еді. Сондықтан ұлтты өлтіріп алмау үшін төлтума мәдениеттің асылдарын теріп, болашақ ұрпаққа жеткізу жолында жан аямай тер төккен деп пікір білдірді. Ақсөйлеудің халық әдебиетін зерттеушілік еңбегіне қоса, онда ұлттық дәстүр мен халық мәдениет үлгілерін көп қарастырған, оны ұқыпты зерттеген адамға тән айрықша бір мәдениеттанушылық сипат бар еді. Ол өзін тек фольклортанушы ғана деп ұққан емес, кең мағынасында ұлт мұрасының зерттеушісі, мәдениеттанушысы деп есептеді. Бұл оның кейінгі еңбектерінен де көрінеді деп жаза кеткен. Тұтастай алғанда ақсөйлеудің бұл еңбегі қазақтың мұрасының өміршең бір саласына арналып, сол арқылы автордың өз ұлты мен оның өнерін сүйген жүрек сезімін айғақтайды деп мақала соңында құнды пікірмен қорытындылады.